Бүгін біз контент, яғни қандай контенттер сіздерге өнімдеріңіз бойынша қандай контент жасау керектігін айтатын боламын. Және рилстарды бүгін бір рилсты түсіріп монтаждап болын жасап көрсетемін. Енді сіз мысалға менің бағытымдағы контенттер қандай? Мен дәл қазіргі уақытта не істеймін? Қазір айтайын. Жасанды интеллект курсын үйретіп жүрмін. Сол үшін мен чисто сол бағыттағы тегін ақпараттармен бөлісетін контенттермен де қараңыздар. Мультфильм жасау сайты, мына жерде менде пост каруселдерім бар. Ертең тоқталамын бірақ пост карусельге. Мынандай просто мультфильм жасап, осындай тақырыппен қойсаңыздар болады. Жиі арқылы мультфильм жасауды, табыс табуды, жасанды интеллект арқылы мынандай дәл осындай мультфильм жасауды үйренгіңіз келсе, онда Экранды үлкейтесіз ба? Дауысыңыз өшіп қалды, Сандуғаш ханым. ау Дауысыңыз өшіп қалды, енді шықты. Жоқ, мына жерде мен ненің дауысын қосып қойдым ғой, естілмей тұр ма не Инстаграмнан? Естілген жоқ. Естілген жоқ па? Мен онда осыны сіздерге қосып қойып көрсетіп тыңдатып отырмын ғой. Так, бүйтейін. 5 спектр деп қояйыншы. Так, қазір енді көріңіздерші, енді міне осындай бағытта, осындай. Міне осылай қылып осындай мультфильм жасайтын тегін ақпараттармен бөлісіп отырасыздар. Міне мысалға мынау бар, 1 жылдық так, міне кім жиі үйреніп жұмысын жеңілдеткісі келеді. Мынандай қарапайым бүйтіп алып түсе салатын видеоларым да бар менің ше. Одан кейін мынадай андай адамның хук деп айттым ғой кеше, адамның назарын ұстайтындай видеолар, рилстарды бүйтіп келіп ақпарат беріп барып, или қызықтырып барып, и соңында өзінің жаңағы енді курсында сатып кетуге болады, немесе тегін чатқа жинауға болады осылай. Міне. Дайын атты сабақтарды жазып қойды деп жазып жатыр. Не көрдіңіздер ма? Енді мынау ашық сабақ услугасын сату бойынша осындай рилстар түсіремін. Курстар сату үшін жаңағыдай тегін ақпараттарды жасаймын. Сосын мынадай да просто бүйтіп түсіріп, өзіңізді сыртыңыздан түсіріп аласыздар да, соның үстіне осылай тақырыпша жазып, астына описание қалдырсаңыздар болады. Қазір осындайларды да көрсетемін. И сосын өзіңіз туралы қысқаша осындай видеолар түсіріп. Деген бар, Сосын міне мынандай кәдімгі подкаст форматындағы рилстарым бар. Мынадай рилстар бар. Әртүрлі тақырыпта жасай береміз осылай. Енді бұл студияға арнайы бір жерге барып түсірген жоқпын. Көбіне менде оқу орталығыма түсем, или немесе осындай кафеняларға, немесе үйде кәдімгідей отырып түсе беремін. Мысалы, мынаны үйде жасадым. Бұрынғы рилсым. Міне, жалпы осылай қылып
түсіре бересіздер. Ең бастысы бастау керек сіздерге. И бастағаннан кейін әрі қарай сіздер өз форматтарыңызды табатын боласыздар. Иә? Түрлі форматта осындай рилстар түсіре беруге болады. Нақты өздеріңіздің форматтарыңызды тапқанша. Сосын сізде рилсты осылай түсіре бересіздер, қай форматта, қай рилстарыңыз атып кетті, соны қайтадан қайталап, дәл сол рилс емес, дәл сол тақырыпта қайталап басқаша форматта түсіріп жасауларыңызға болады. Енді так. Қазір мен бұл жаққа кірейін. Мен қатып қалдым, иә, зумнан. Енді так. Начать. Экран. Весь экран. Демонстрация қосылды. Енді мен кез келген, мен сіздерге міне контентке идея деп тұр ғой. Мына жерде мен сіздерге мынандай түрлі идеялар бердім, иә? Енді соның біреуіне жасап көрейік қазір. Мысалға, мына жоғарыдағысына қазір жасаймыз. Мынадан біреуін алайын. Так. Мысалға, мынаны алайын. Мына қараңыздар. Мынау не қылып контентке дәл осылай қылып идеямен бастасаңыздар болады. Кім ашық сабаққа услуга жасайды, кім ашық сабақта үйретеді, балабақшаға, мектепке. Солар осындай басында осындай күшті назарды алып, назар аударатындай рилстарды алып, біреудің контенттерінен, иә, просмотрды көп жинаған рилс қой мынау деген. Содан алдым, шетелдік парақшадан аламын мен, қазақтардан емес, иә. Сосын осыны алып, өзімді жанына қойып қоямын. Қазір енді ол үшін сіздер, мен қазір мынаны бүйтіп жасап, өзім қолыммен жазып, мынаны былай жасаймын деп айтуым мүмкін, бірақ сіздер оны жеткізе алмай қалуларыңыз мүмкін, иә, ең бірінші бастап жатқасын. Сондықтан біз қазір мынаны бүйтеміз да, экран, снимок экрана деген бар ғой. Так, мына жерде снимок экрана деген қайда? Міне, снимок экрана. Тағы да екінші снимок экран жасап аламын. Так. Міне, екі рет снимок экраны жасап алдым мынадан, иә. Сосын, так. Демонстрация көрініп тұр ғой, иә? Иә, көрініп тұр. Сосын чат GPT-ге немесе Gemini'ге барамын. Чат GPT-ге кірдім. Мына екі фото бар ғой, жаңа скриндап алғаным. Осы екі фотоны, мынау екеуі де бір фото болып кетіпті. Тағы екіншісін скриндайын. Иә, ладно, осылай былай жүрсін. Әлде, тағы скриндап жіберейін. Ерінбей. Міне, мынаны және тағы екіншісін қосам. Мынаны қосам. Иә? Сосын осы рилсқа, осы
рилсқа описанияға рилстың описаниясына дейін, иә. Рилстың описаниясына қалай жасағанымды түсіндіріп бер деп жазайын, иә. Жасалу жолын және пайдасын, және балаларға пайдасын жеткіз. Сосын рилс соңында деп жазамын, иә. Рилс соңында описание емес, озвучкасына дейін, иә. Озвучкасы болады, иә. Озвучкасына қалай жасағанымды түсіндіріп бер. Сосын рилс 1 минут. Рилс соңында осындай қызықты сабақтарды, осындай қызықты ашық сабақты үйренгіңіз келсе, чатқа өтіңіз. Ол үшін плюс қалдыр. Ол үшін, яғни біз воронка WhatsApp-қа жинайтын воронка жасап жатырмыз, иә. Ол үшін WhatsApp чатқа өт. осы WhatsApp чатқа өтіңіз дедім, иә. Ол үшін плюс қалдыр. Ол үшін плюс қалдыр дейміз. Плюс қалдырыңыз деп жаз. WhatsApp-қа жинау керек. Осылай жазамыз. Мына қарапайым пластик бөтелкені көріп тұрсыз ба? Көпшілік оны қоқысқа тастайды. Ал мен одан балаларға арналған қызықты тәжірибе жасаймын. Алдымен бөтелкенің ортасын кесіп аламын, содан кейін үтіктің қызуымен шеттерін аздап жұмсатып, өткір жерлерін тегістеймін. Осылайша балаларға қауіпсіз білезік жасауға болады. Енді осы білезікті сабынды суға батырып, ауа үрлесе, қараңызшы қандай алып сабын көпіршігі жоқ, ар жағында қуып кетті уже. Басқа нәрсе айтып кетті. Бұл ойын арқылы балалар бақылау қабілетін дамытады. Ауа, су және бұларды айтпаймыз. Осындай қарапайым заттардан есте қалатын ашық сабақтар жасауды үйренгіңіз келсе, онда WhatsApp чатқа өтіңіз деп жазамыз, иә. Осыларды міне, бұл озвучкаға мәтін жазып берді. Енді осыған байланысты мен сабақты қалай түсіндірем? Енді осы жерде тыңдаңыздар. Менің нем көрініп тұр ма? Видеом көрініп тұр ма? Өзімнің видеом. Өзімнің түрім көрініп тұр ма? Иә. Енді қараңыздар, мен телефонды аламын. Өзімді осылай түсірем. Кәдімгідей былай. Передний камерамен. Иә, осылай аламын да. Шашымды дұрыстаймын. Мына жерім, мен тек міне қараңыздар, былай қиып тастаймын қазір. Мен только осылай алам. Иыққа дейін, мына неге дейін, мына жерге дейін алам өзімді. Осылай істеймін де. Мына свернуть етіп қойсам да өзім көрініп тұрмын ғой, иә? Жоқ, көрінбейсіз. Енді көрінбеймін да. Қазір. Былай көрініп тұрмын да. Иә, көрініп тұр. Онда
жаңағы текстен сіздер оқып қарайсыздар ғой, мен енді ана текстті оқи алмаймын, свернуть етіп қалсам өзімді көрінбей қаламын, сіздерге көрінбей қаламын. Міне, менде қолымда телефон, осылай алдым да түсіремін қазір. Мына қарапайым бөтелкені көріп тұрсыздар ма? Жұрт оны қоқысқа тастайды, ал мен оны балаларға қолданамын деп айтамыз, иә? Мен оны демеймін, өйткені мынау менің контентім емес қой. Сондықтан мына қарапайым, ой, қоспаппын ғой. Мына қарапайым пластик бөтелкені біз әдетте қоқысқа тастаймыз да, ал мына видеода оны балаларға қолданып, сабақтарын қызықты өткізу үшін қараңыздаршы, одан күшті білезіктер жасап жатыр. Оны жасау үшін алдымен бөтелкелерді кесіп аламыз, содан кейін үтікке екі жан жағын қыздырамыз да, одан кейін өзіміз балаларға алып боятамыз. Қолдарымызға акварель, краска, кез келген красканы алып, кисточканы алып, балалар өзі қалаған білезікті өздері жасап шығады. Егер де дәл сізде осындай өте қызықты форматта қалдық заттардан болса, кез келген заттан өздеріңіздің сабақтарыңызды әдемі қызықты өткізгілеріңіз келсе, әсіресе ашық сабақты өте қызықты форматта өткізгілеріңіз келсе, менде осы бағытта өте күшті идеялар бар, және де сіздерге де осы ашық сабақтарды қызықты өткізуге көмектесетін боламын. Ол үшін комментарийге плюс қалдырыңыз, WhatsApp чатта айтатын боламын және бөлісетін боламын деп шығасыздар. Мен петличканы үлкеттім, кейде петличкасыз да түсіре беремін. Енді менде қанша секундтық сабақ болды? Рилс болды мынау. Ал мына видеода оны балаларға қолданып, сабақтарын қызықты өткізу. 55, ровно 1 минуттық рилс болды міне. Қысқа тастаймыз да, ал мына видеода оны балаларға қолданып. Енді бұны қазір монтаждаймыз. Ол үшін мен мына жақтан телефонда тұр ғой мына видео. Сол үшін телефоннан мен мына жаққа қосыламын. Кешіріңіздер, ноутбуктан зумға кіре алмай отыр. Ноутбуктен зумға кіре алмай отыр. Жарайды, онда осылай кіре беріңіз. Осылай отыра берсеңізші. Так. Мына жақтан мен звукты өшірейін. Recording in progress. Так. Дауысын өшіріп қояйын. Мына жақтағы демонстрацияны алып тастаймын. Мына жаққа қосамын демонстрацияны. Жаңа ChatGPT'ге жаздыңыз ғой? Иә. Бұрын соны группаға жіберіп қоясыз ба? Бізде өзімізден жазып. Жіберем. Қазір мынаны монтаждап көрсетейін, сосын жіберем. Біз сіздермен бірге жасайық деп едік. Давай, онда жіберейін. Сосын фотоны. Мына ма? Осы рилстың озвучкасына қалай жасағанымды дейін. Иә. Давай. Міне, неге жіберем, манағы контентке идея деген каналға жіберіп жатыр. Жақсы. Так, міне. Мен мына жаққа кірдім. Енді не істеймін? CapCutқа кіремін. Бірінші жаңа SafeAspotқа мен күшті идеяларды шетелдік парақшадан мысалға ұнаған заттарымды бүйтем. Так, маған не ұнады? Так, бүйтейін. STEM идея деп қарайын. Так, бүйтем, мысалға STEM бағытында болсын, мысалға или ашық сабақ деп жазамын. Немесе TikToktан іздейік та осындай идеялар. TikTokта жақсы не болады? Мен 45. Oynan bir os. Идеяны қалай жасаймын? Ашық сабаққа идея дейін, Или, так, бүйтейін. Давайте STEM идея деп іздей берейін.
Детский садпен. Перизат ханым мына топқа қалай Көп қосылады? просмотр, көп жинаған рилстарды қараймыз, иә? Осындай қай нәрсе көп жинады. Сосын деп жазып келіп іздеймін. парақ- Делайте то, что заставляет. Собрала подарок. мысалға мынаны аламын. 3, 4, продолжаем. Раз, два, три. Сосын копировать деймін. Скопировать ссылку деймін. Скопировать ссылку деймін да, міне save as bot дегенге барамын. Осы жақтан жүктеп аламын. Save as botқа кірдім. Мынаны вставить еттім. Болды, кетті. Міне. Осылай, иә? Енді мен жаңағы баклажкамен жасағанымды копировать етіп міне. Мынау тұр ғой менде уже алдын ала жасап қойдым. Осыны сохранить етіп алдым. Болды. Әрі қарай не істеймін? Әрі қарай неге кірем? CapCutқа кірем. CapCutқа кіріп, Аха, CapCutқа кіремін. Сосын новое видео деп басамын. Міне. Мына қарапайым. Мына жерде жоғарыға көрсеткенмін мен ше, сондықтан қазір жоғарыны жасайтын жоғарысына боламын. қоясыз ба? Иә, жоғары, жоқ, төменге қоямын наоборот. Мынаны бірінші қоямын. Иә? Содан кейін міне мына жерде енді дұрыстап қараңыздар. Мынаның дауысын басып тастаймыз, но қажет емес бізге. Мынаның дауысы. Музыкасы қажет емес. 0-ға қойып тастаймыз. Сосын мына жерден наложение деген бар. Міне. Мынаны бассаңыз шықпайды. Мынаны аласыздар да бүйтіп мына жағынан басасыздар бүйтіп. Сол кезде шықты. Иә, міне. Дәл осылай тұрғанда наложение деген бар. Соны басамыз, міне астыңғы жағында. Изменить звук деп тұр ғой. Именно мына соны текст, эффекты, содан кейін наложение деген тұр. Сол не өлтір басып тұр мен үстіне. Осы наложение дегенді басамыз. Добавить наложение дейміз да. Жаңағы сөйлеген видеомыз бар ғой мынау. Соны осылай қоямын да. Бүйтіп қысқартам. Менде сосын CapCut'тың Pro версиясы, енді монтаждауға өзіме ыңғайлы болсын деп, мен всегда соны алып алдым. Ай сайын 3000 теңге ма сондай төлеймін. Оны былай да қоспай қойсаңыздар да болады, бірақ мен енді алып үйреніп қалғанмын, солардың шрифтына, несіне, сондықтан постоянно аламын. Удалить, автоудаление. Енді мына жерде контур айтпақшы, қараңыздар. Қазір осылай, ұстаздар, давайте бүгін осындай бір 4-5 рилс жасайық. Иә? Әртүрлі форматта монтаждау түсіруді көрсетемін. Шетелдің несін қайдан алып отырсыз, соны түсінбедім Сандықхан. Қазір айтам тағы көрсетемін, иә? Қайдан алып отырсыз, соны. Иә, қайдан алып отырғанын тағы көрсетемін. Қайталап, енді қайталау арқылы сіздер бір көрсеткеннен ұқпауларыңыз мүмкін, сондықтан бүгін только рилс болсын, только рилс. Иә, осындай рилстарды қалай монтаждаймын, қалай алам, соны түсіріп көрсетемін. Енді қараңыздар, мына жерде удалить фон деген көріп тұрсыздар ма? Именно мынаны үстін баспаймыз, мына наложениедағы фотоны, видеоны, өзіміздің видеомыздың үстін басамыз. Иә? Сол жерде бүйтіп қарағанда, міне удалить фон деп тұр. Міне, удалить фон деп тұр. Соны басамыз, удалить фон деген үстін бассақ, бізде автоудаление деп тұр. Бұл енді платный неге белгісінде бар. Иә? Не, автоудаление деп несін фонын өшіріп тастадым. Енді сіздер бастапқыда өшірмей-ақ, сол тегін CapCut'тың тегін версиясымен-ақ жасай беруге болады. Бірақ мен өзім солай үйреніп қалдым, тағы айтам. Сондықтан мен осылай фонын удалить етіп тастап, шынайы кәдімгідей қылып жасағым келеді. Міне. Мына қарапайым пластик бөтелкені біз әдетте қоқысқа тастаймыз да, ал мына видеода оны балаларға қолданып, сабақтарын қызықты өткізу. Міне, бүйтеміз қазір. Мына қарапайым пластик. Мынаны шамалы несін скоростын азайтып қояйын. Біз әдетте қоқысқа тастаймыз да, ал мына видеода оны балаларға қолданып, сабақтарын қызықты өткізу үшін қараңыздаршы, одан күшті білезіктер жасап жатыр. Оны жасау үшін алдымен бөтелкелерді кесіп аламыз, содан кейін
Енді бұл жерде бүйтеміз да. Ал мына видеода оны Мынада шамалы өзіміздің скоростымызды шамалы бүйтіп 1/3-ке қойып қояйын. Енді тез айту керек мынаған. Мына видеодағына ілесу керек қой. мына қарапайым пластик бөтелкені біз әдетте қоқысқа тастаймыз да, ал мына видеода оны балаларға қолданып сабақтарын қызықты өткізу үшін қараңыздаршы, одан күшті білезіктер жасап жатыр. Оны жасау үшін алдымен бөтелкелерді кесіп аламыз, одан кейін түтікке екі жан жағын қыздырамыз да, одан кейін өзіміз балаларға алып боятамыз. Қолдарымызға акварель, краска, кез келген красканы алып, кисточканы алып, балалар А Осы жерде видеоны замедленным действием нельзя? иә, сол видеоны тағы да осылай скоростын азайтып қоямыз. Мына жердегі кәдімгі негізгі видеоны. Міне. мына қарапайым пластик бөтелкені біз әдетте қоқысқа тастаймыз да, ал мына видеода оны балаларға қолданып сабақтарын қызықты өткізу үшін қараңыздаршы, одан күшті білезіктер жасап жатыр. Оны жасау үшін алдымен бөтелкелерді кесіп аламыз, одан күшті білезіктер жасап жатыр дейді. Бірінші бүйтеміз. Міне мынаны аламыз да қайтадан. Әлде былай қылайық. оны балаларға қолданып сабақтарын қызықты өткізу үшін қараңыздаршы, одан күшті білезіктер жасап жатыр. Оны жасап Мынаны алып тастаймын да. Тасына міне өрді қайтадан қоям. Қараңыздаршы, одан әдемі білезіктер жасап жатыр дегенде. Осылай болсын. Міне. жасап жатыр. Оны жасау үшін алдымен бөтелкелерді кесіп аламыз, одан кейін түтікке екі жан жағын қыздырамыз. Түтікке екі жан жағын қыздырамыз да, одан кейін өзіміз балаларға алып боятамыз. Қолдарымызға акварель, краска, кез келген красканы алып, кисточканы алып, балалар өзі қалаған білезікті өздері жасап шығады. Егер де дәл сізде осындай өте осыған келтіріп аламыз. шығады. Егер де дәл сізде осындай өте қызықты форматта қалдық зат Так, енді бұл жерде тағы да қалдық заттармен видео жасағыларыңыз келсе деп тұр ғой. Так. Мына жерден қалдық заттармен тағы да не бар? Мысалға соны қосуға болады мына жерде. Мына жерде сыйғаспыттан тағы да не қараймын? Осындай видеоларды қараймын. Мысалға мынаны қоюға болады. 3, 4, продолжаем. қалдық заттардан болсын, кез келген заттан өздеріңіздің сабақтарыңызды әдемі қызықты өткізгілеріңіз келсе, әсіресе ашық сабақты өте қызықты форматта өткізгілеріңіз келсе, менде осы бағытта өте күшті идеялар бар. Және де сіздерге де осы ашық сабақтарды қызықты өткізуге көмектесетін боламын. Ол үшін комментарийге плюс Міне. Сосын ашық сабақтар мен өзімнің бір немді қосып жіберемін. Сіздерде болмаса, онда өздерің кәдімгідей осындай әр жерден наложенияларды шетелдік парақшалардан алып жасай бересіздер. Ол ешкімге қандай да не жоқ. плюс қалдырыңыз, WhatsApp чатта айтатын боламын және бөлісетін боламын. Өздеріңіздің ар жағында Плюс видеоларыңызды қалдырыңыз, қосып жіберсеңіздер WhatsApp болады. чатта айтатын боламын және бөлісетін боламын. Міне. Осылай жасадым. Болды. Өшіріп тастаймын. Міне бізде бір рилсымыз дайын. Енді кез келген рилсты біз субтитр қоюымыз керек. Иә? Субтитр қою үшін қазір көрсетемін. Жоқ, STEM емес, мен жалпы идея үшін STEM деп жазып жатырмын, иә? Ашық сабақ, открытый урок деп, оны балабақшада осылай жасауға болады. Бізде мынау бағыт STEM емес, жалпы ашық сабақ болсын, немесе кез келген бір өнімді сату үшін алғашқы назар аударатын нәрсе, түсіндіңіздер ма? Сол нәрсені біз осы внимание арқылы алып келеміз. Ол бағытта контенттер өте күшті өтеді. Түсінікті ғой, иә? Енді әр қарай біз мына жерде субтитр қоюымыз керек. Ол үшін не істейміз? Автоматические субтитры деген бар. Мына жерде осыны басамыз. Енді мына жерде қараңыздар. Міне, мынау бар. Мынау бар. Так, мына біріншісін қояйық.
Сандуханың бесплатно версиясында бар ма осы субтитрлар? Бесплатный версиясында так қазір қарап жүрейін, иә. Мынаны алып тастайын да, тағы бір рет қарап жүрейін. Бесплатно версиясында бар ма екен деп жатқан ғой, әлде осылай бізді достып алуымыз керек па? Міне субтитры деп тұр. Күнде Так, екі бір жасаса болады да алуға. Ал анда санда болса бесплатно жасай беруге болады. Шаблоны деп тұр, иә. Мына жерде бесплатный қазір қарап көрейін. Коронасы жоқ па? Әлде бұнда корона көрсетілмейді? Кажется, бір екеу болу керек сияқты осы субтитрде. Қарап жатырмын. Барлығында мынандай монета, көк монетаның суреті, көк не бриллианттың суреті тұр ғой. Бриллиант па не ол, мынау жалпы. Олай тұрғандардың барлығы Платный. не? Платный. Сонда сіз 3000-ға неше түрін алып отырсыз ай сайын? Барлығы, бүкіл мынаның ішіндегі функциясының барлығы. Примерно 3000 ба, сондай ана неден карточкадан ұстап қалады да менде деген. Иә. Сосын бәрін қолдана берсе? Иә, любой не қалаймын, соның барлығын қолдана беремін. Жақсы. Уақыт алмай-ақ қойыңыз сонда. Так, текстовый шаблон, автоматический текст. Так, жоқ ау деймін, менде шығып тұрған жоқ. Әлде менде бірыңғай не Нет, а по умолчанию деген вообще вот. Так, нормально ғой бұл да. Тым болмаса осыны жасай беріңіздер. Иә, осымен үйреншікті қылып алып сосын. Иә, кейін бірақ кейін ақылы түрде біреу көрерсіздер бір айға алып. Но ақылының функциялары күшті, иә? Несі, шрифті жақсы, шрифтісі. Міне. Мына қарапайым пластик бөтелкені біз әдетте қоқысқа Мынаны енді не істеймін? Не таңдаймын мына жерден? Мына қарапайым пластик бөтелкені біз Сіз пока осы простоймен қоя беріңізші. Біз әуелі простоймен руки будем набивать. Иә, қоя беріңіздер. Оны простойын қойсаңыздар, просто шрифт қоясыздар, болды ол жерде. Шрифттің простойы да бар ана жерде. Мына қарапайым пластик бөтелкені біз әдетте қоқысқа тастаймыз да, ал мына видеода оны балаларға қолданып сабақтарын қызықты өткізу үшін қараңыздаршы, одан күшті білезіктер жасап жатыр. Оны жасау үшін алдымен бөтелкелерді кесіп аламыз, одан кейін түтікке екі жан жағын қыздырамыз да, одан кейін өзіміз балаларға алып қоятамыз. Қолдарымызға акварель, краска, кез келген красканы алып, кисточканы алып, балалар өзі қалаған білезікті өздері жасап шығады. Егер де дәл сізде осындай өте қызықты форматта қалдық заттардан болсын, кез келген заттан өздеріңіздің сабақтарыңызды әдемі қызықты өткізгілеріңіз келсе, әсіресе ашық сабақты өте қызықты форматта өткізгілеріңіз келсе, менде осы бағытта өте күшті идеялар бар, және де сіздерге де осы ашық сабақтарды қызықты өткізуге көмектесетін боламын. Ол үшін комментарийге плюс қалдырыңыз, WhatsApp чатта айтатын боламын және бөлісетін боламын. Міне, осылай жасайсыздар. Болды. Енді сразу неге жібересіздер? Экспортқа жібересіздер. Болды. Оппа, өте дұрыс смеш жасадым. Мына жерде тақырып керек бізге. Мына жерге. Ана ағылшынша тұрғанда алып тастайсыз ба? Иә. Соның үстіне бұлшыт кіз тақырыбымызды жазамыз. Мен сөйтем. Так, жоқ, ол үшін біз не істейміз? Мына жақтан зумға кіреміз. Ой, сіздерге мына жақтан несі көрініп тұрған жоқ екен ғой. Манағы жаздым ғой. Промпт па? Иә, промпт жазған ChatGPT-ге барамыз. Әзір. Апайлар не жасап жатсыздар деді. Енді осылай. Қазір тағы да қайталап жасаймыз, иә, ұстаздар? Санду ханым, күндегі зумды жазып отырсыз ғой, соны тақырыбымен саласыз ғой да? Неге? Иә, тақырыбымен, көрген шығарсыздар ма, тақырыбымен салып жатырмын. Бірінші күн, екінші күн деп. Күнде қатысып отқасын, оған обратно кіріп отқан жоқ, енді әзір сұрап отқан. Мына жерден жаза қойайыншы, бүйтіп демонстрация қоспай-ақ өзім сіздер. Так, мына жерде, мына тақырып, енді рилсқа назар аударатын тақырып жазып берді. Тақырып жазып бер. Тақырыпты, так, видеоның бетіне саламын.
видеоның бетіне саламын. Назар аудартып тақырып жазғызып аламыз. Бөтелкені тастамаңыз, балалар бұған таң қалады. Мына тәжірибені көрген балалардың қуанышында шек болмайды. Бір пластик бөтелке 30 минуттық қызықты сабақ дейік. Сабақ дейді, 30 минут қызықты сабақ. Ашық сабаққа арналған ең оңай идея. Бар болған бір бөтелке, нәтижесі керемет. Так. Балалар тағы жазайық. Міне, ашық сабаққа арналған ең оңай идея деп қояйын. Бізде ұстаздар, сіздерде бірінші рилста, жалпы видеода назарды не нәрсе ең көп қазір мына жақтан шығып кеттім. Сіздерде назарларыңыз рилс қарап отырғанда не нәрсеге көп түседі? Ашық сабақ деген жазуға ма, әлде идея деген жазуға ма жалпы? Әлде тағы жасанды интеллект деген жазуға ма? Не нәрсеге? Жоқ, бұл жерде спросқа байланысты болады ғой. Жалпы. Мен мысалы бүйтіп мына жерде жеңіл шебер класс дер едім. Ашық сабаққа жеңіл шебер класс деп. Жоқ. Жалпы адамдардың назары не нәрсеге ауады, соны тақырып қылып көбірек алу керек. Түсініп тұрсыздар ма? Бұл дегеніміз уже хук деп кеше айттым ғой, түсіндірдім ғой. Вот соны хук деп атайды. Мысалға біз мына жерде қазір жазып қоямыз. Ашық сабаққа арналған немесе шебер сыныпқа арналған ең оңай идея. Түсіндіңіз бе? Адамдардың назары не нәрсеге ауады? Ашық сабақ дегенде көбірек ауады, шебер сынып дегенде ертең сентябрьден бастап сол нәрсе уже көбірек болатын болғасын, уже соған көбірек назар аудартады. Сосын мұғалімдер мына сабақты көруі керек деген сияқты нәрселерге, ұстаздар деген нәрселерге көп назар аударуы мүмкін. Сол сияқты ашық сабақ, шебер сынып деген нәрсеге көбірек назар аударатын болса, соны жазу керек. Түсініп тұрсыздар ма? Сонда тақырыпта назар аудартады, ана жердегі видеодағы алғашқы секундта назарды көп аудартатын болады. Ашық сабаққа топ идея. Так. Мына жерде чат GPT жазып берді, қазір соны жазып берген жазам. Мына жақта немен зумнан шығып кетіппін ғой мен деген. Қазір. Мұғалімдердің арасында интересно, көп адам ашық сабақтың идеясын іздемекен? Иә, іздейді. Менде вообще жұрттың сабағын қарамайды екен. Вообще жұрттың сабағын қарамайды. Ол сіз ғой. Сіз өзіңіз үшін емес, басқа адамдар үшін. Опрос мен постоянно жасаймын, вообще жалпы опрос жасаған кезде көп адам не сұрайды? Мысалға, маған да қызық емес, мен мектепте мұғалім емеспін дәл қазіргі уақытта. Но мен жұрттың несімен ойымен санасуым керек. Кез келген адам олай маған мындай қызық емес, мен білемін деп звездовать етпеу керек. Түсініп тұрсыздар ма? Адамдардың положениесіне кіру керек. Егер сіз табыс тапқыңыз келсе, егер сіз бір өнімді шығарғыңыз келсе, егер сіз бір нәрсе жасауыңыз үшін, қоғамға пайдалы болу үшін адамның ойымен санасу керек. Түсініп тұрсыздар ғой? Нет, я не в этом случае же. Я же этот опрос и не проводила же. Сосын я же не знаю спрос социума. Сосын мен по себе сужу, соны ойлаймын. Интересно, спрос бар ма екен деп. Это вопрос был вообще-то. Аха, спрос бар. Ол жақтан өте көп спрос. Ең көбі эхо шығып тұрған жоқ па, Жоқ. Аха, болды. Экранды қайтадан тосайын. Сосын спрос тағы неге бар, апай? Қазір айтамын, оны. Енді мына жерде ашық сабаққа ең оңай идея деп жазайық, ең оңай
ой енді естілді. Енді қараңыздар, ашық видеоларыңызда дауысым естіліп тұр ғой, иә? Мгм. Видеоларыңызда егер де қызылды жасыл болатын болса, сіздер мына назар аудартатын тақырыпты мынандай қыласыздар, иә? Ақ жазу немесе ақ қара обводкамен жазу деген сияқты, иә? Оны да қызылды жасылды қылып қойсаңыздар, барлығы бірдей андай тақырып көрінбей қалады. Фонмен бірге сливаться етіп кетеді. Міне, жазуға дейін бүйтіп қойын. Жалпы деп жаза берейін. Міне осылай. Енді мына қарайық. қарапайым пластик бөтелкені біз әдетте қоқысқа тастаймыз да, ал мына видеода оны балаларға қолданып сабақтарын қызықты өткізу үшін қараңыздаршы, одан күшті білезіктер жасап жатыр. Оны жасау үшін алдымен Болды. Осыны болды, бүйтіп қарап шығамыз. 47 секундтық видео болды бізде. Экспорттаймыз, болды. Ойбай, жеңіл емес екен, ә? Блог жүргізу деген. Жоқ, сіздерге пока қиын сияқты болып көрініп тұр. Енді мен қараңыздаршы, бір рилсті мен неше минутта жасап тастадым. Сіздерге түсіндіріп отырып асықпай жасадым, былай атап 15 минут. Нормально ғой? Енді мен сіздерге ең оңай жаңа сұранысы көп, сосын просмотр жиналатын форматта, ең жеңіл форматта көрсетіп жатырмын. Сондай шетелдік парақшада көп просмотр жинайтын рилстарды алып өздеріңізге осылай қолдана аласыздар деп ше. Сіздер мынау мен жасадым деп емес, мына жердегі үлгі ретінде деп көрсетіп тұрсыздар. Түсініп тұрсыздар ма? Енді әрі қарай бұны не істейміз? Рилсқа саламыз. Рилсқа кәдімгі мына жерде плюс деген формат, плюс деген не тұр ғой, кнопка тұр ғой, функция. Осыны басамыз. Осылай салуға да болады. Видео рилс деп, екінші рилсті басқа форматта саламын, де, басқа функциямен. мына қарапайым пластик бөтелкені біз әдетте қоқысқа тастаймыз. Осы жерге жазамыз енді. Ашық сабаққа, так, не дейміз, ашық сабақ, шебер сынып бойынша, қызықты идеялар қажет болса, плюс қалдырыңыз. Немесе ашық сабақ, дайын ашық сабақтар бар бізде ше, команданың жазған ашық сабақтар бәрін бірігіп бір каналға салып қойдық. Не қылып, обзор қылып ше. Сондай сіздерде видео обзор болатын болса, дәл соны көрсету үшін де сол каналға жинайсыздар. Міне. Кетіріп алайын. Шаршап қалдыңыздар ма, не уже қарап отырып? Я думала, выключила. Так, міне. Кетсін тағы да до конца. Сәл пәл қалды.
Так, енді жарайды осылай кетсін әрі қарай. Ұзақ күтіп қалдық қой. Так, екінші форматта видеоларды көрсетейін. Көп просмотр жинайтын рилстарды көрсетейін сіздерге, иә, аккаунттарды көрсетейін. Так. Мен бүйтемін. Мысалға, сіздерге не көрсетсем болады. Міне, мынандай менде публикацияның ішінде сақтап қалған публикацияларым бар. Міне, қаншама адам бөліскен, иә, мына 4935 адам бөліскен. Одан кейін жақсы просмотр жинаған. Міне, осындай үй жағдайында егер сіздің контент сондай болатын болса, немесе өз балаларыңызбен дәл осыны жасауға болады, немесе дәл осы контентті пайдалансаңыздар болады. Бұны да тоже осылай аламыз. Осындай парақшаларға, міне, мынадай парақшаларға жазылып алсаңыздар болады. Шетелдік. Қазір осылардың несін жіберем, иә? Ссылкаларын. Бұларды қарағаннан кейін Инстаграм сізге жасанды интеллект қосылған ғой, Инстаграмның өзінде. Сізге үнемі осындай рилстарды өзі-ақ шығарып беріп отырады, өзі-ақ тауып беріп отырады. Міне, мынаны алыңыздар, мына идеяны алыңыздар. Save as bot деген не бар? Телеграмда бот бар. Сонымен мен үнемі осындай видеоларды алып аламын да, жасаймын, монтаждаймын, иә, өзім. Так, болды. Контентке идея деген чатқа жіберіп қояйын, иә, осыларды да. Парақшаларының сілтемесімен жіберіп жатырмын, иә, сіздерге. Сон видеосын, парақшаның сілтемесін. Мен де парақшамда. Осы жақтан да идея аларсыздар. Контентке дайын идея деген. Көреміз. Осылай. Дайын идея деп тиктокқа жазсақ, шетелдікті де шыға ма бізге, Сандуқ ханым? Ау? Не деп жазып іздейміз? Нені? Жаңа шетелдіктен деймін да. Ашық сабақ деп Sen Osman Tuş musun? Ашық сабаққа идея деп қарай беріңіз, шетелдіктерден де шығады, иә? Иә. Тиктоктан қараңыз, иә, болмаса былай қараңыз тиктоктан. Открытый урок. Идея. Десеңіздер, мына жерде түрлі идеялар шығады тоже. Қазақшада, орысшада. Жақсы. Иә? Просто ана шетелдікті де шығамыз. Иә, или болмаса прям ана ChatGPT-дің сізде ма пышырлап атқан? Менде ма? Иә, қыш деп тұр, шум болды. Болмаса бетіңізде ChatGPT немесе Gemini'ға кіріп, иә, тиктоктан шетелдік парақшалар. Мен компьютерден кіріп отырмын ғой Zoom-ға. Иә. Басып қоятын арасында, тек сұрақ қоятын кезде қосып. Жақсы. Көп просмотр жинаған ашық сабақтарға идея беретін контенттерді қалай іздеймін деңіз. Қалай іздеймін деп жазасыз. Сізге, иә, сіздерге осылай да береді. Міне. Тамаша. Осылай. Сосын осыларды тиктоктан алып іздейсіз, міне. Lesson идеясы 2026 деген сияқты алып. Бір көрсетесіз бе, суретке ала алайын скрин қылып? Мынаны осылай жіберем. Сосын тиктоктың поисковигіне жазасыздар осылай.
кетейін, ашық сабақтар, мектеп, ашық сабақтар. Мына кілт сөздерді қолданыңыз. Мынаны бәрін бүйтіп копировать етіп, сіздерге жаңағы контентке идея дегендерге лақтырамын. Копировать. Контентке идея деген каналға жіберем, иә? Так, міне. Жібердім. Жалпы контенттің сіздерге ең оңай форматын айтып жатырмын, иә? Ары қарай жайлап осы арқылы бастасаңыздар, кейін алып кетесіздер, үйреніп кетесіздер оны да. Так, мына жақтан шығып кетейін де, енді мына жаққа келейін. Мына жақтан енді біз не үйренгіміз келеді алдағы тағы да. Не жасағымыз келеді, қандай контент жасағымыз келеді. Мысалға, қарапайым андай кейбір видеолар болады, просто монтаждамай ақ атып кететін. Ол үшін бүйтіп жазамыз бірінші. Тоже. Мына жақтан тиктоктан шығып кетейін. Соткадан неден қалай іздейсіз? Ау? ChatGPT-мен ба? Соткадан қалай іздеп жатсыздар деймін, қандай немен? Түсінбедім. Сіздер қазір соткамен жұмыс істеп, мен ана ноутбукта қойып соткамен істеген ыңғайлы да, содан ChatGPT-ден іздеп жатсыздар ма, қалай жазып жатсыздар? Сол іздеп жатқан іздеу поисковик. ChatGPT-ден ғой, ChatGPT-ден. Gemini, ChatGPT іздей бересіздер, қай не болса да. Енді сосын андай контенттер жасап аласыздар өздеріңізге. Иә? Мынадай қылып. Қазір жазайын. Мультик жасауды үйрету, былай жазасыздар. Мультфильм жасау. Кешегі біздің Google Vids бар ғой. Ұстаздар, Google Vids'і біразыңыз үйрендіңіздер, иә? Сол Google Vids'пен тегін мультик жасауды. Енді соны да былай түсіресіздер. Қазір кәдімгі өздеріңізді бүйтіп түсіресіздер. Мен тағы да камераны алдым. Енді тегін ақпарат беру мақсатында біз видео түсіруіміз керек. Ұстаздар, мен мультфильм жасайтын тегін сайтты тауып алдым. Қане бірге жасап көрейік. Қазір видеоның соңына дейін қараңыздар деп бастайсыздар, иә? Біріншіне. Или болмаса ашкем шешсеңші. Бүйтіп бастайсыздар. Мультфильм жасайтын тегін сайтты таппай жүрсеңіз, дәл қазір менімен бірге қараңыздар. Мен сіздерге тегін сайтты көрсетем. Өзім кеше ғана тауып алдым деп андай адамның назарын аудартатындай қылып жасайсыздар. Иә? Бұл алғашқы бір 5-6 секунд, содан кейін до конца қазір қалай түсіру керектігін тағы көрсетемін. Кәдімгі қарапайым, ең қарапайым түрде сіздерге жаңағыдай наложение қоспай, просто так бүйтіп жасай салатындай қылып көрсетемін қазір. Мына демонстрациясын қосып қояйын қазір. Мультфильм жасайтын тегін сайтты тауып алдым. Сол тегін сайтпен дәл қазір мен сіздерге мультфильм жасауды көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар және менің парақшама тіркеліп алыңыздар, сақтап қойыңыздар және әріптестеріңізбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Демде алып тастаймын. Сосын мына жаққа келемін да демонстрацияны қосып жіберейін. Весь экран. Мына жерде 1 минуттыққа сүйеу керек қой, жаңағы біздің ақпараттарымыздың барлығы ше. Google Vids бірінші дайындап аламыз, әлі түсірген жоқпын мен. Осы жерге жазамыз. Мен түсірем, телефонды қолыма алдым. Алдымен Googleға Google Vids деп жазамыз. Google Vids деп жазамыз.
сосын мынандай сайт шықты, соның ең алғашқысына кіреміз. Мынаны go войти виц деп жазып, мына жерден аккаунт арқылы кіреміз да. Кез келген тақырыпта осылай видео жасап алуға болады. Начать с нуля деп тұр. Егер с нуля болса, онда анимировать фото деп басасыздар. Дайын суреттеріңіз дайын болса. Сосын мына жерде кез келген бір суретті қоямыз. Промптты жазамыз. Дайын промптты копировать етіп қоясыздар ғой. Мен атасының баласы орманда қазір сіз жазып қояйын, көрсетіп примерно. жатқанда запись экрана қылып жазып аламыз ба соткамыздан? Жоқ, мен деген видеомен түсіріп отырмын. Орманда. Видеомен түсіріп, осылай жаза бересіздер. Сгенерировать. Запись экранамен де жасауға болады. Иә? Немесе так, мына жерде достигнут лимит деп тұр. Ана мен бірнеше рет жасап тастадым өзім бұдан. Қайтадан басынан бастап кірейін. Так. Алдымен Google Vids деген сайтқа кіреміз. Google Vids деп поисковикке жазсақ болады. Сосын мына жерден кез келген бір аккаунттарымызбен кіреміз. Бір аккаунтпен 10 видео жасауға рұқсат беріледі. Тегін жасап аласыздар. Мынаны да қолданып тастағанмын. Сіз Google Vids'та жаңағы 1000 теңгенікін алып көрдіңіз ба? Ол қаншаға жетеді екен? Алып көрмедім. Мұратпен кіріп кетіппін ғой мен. Анимировать. Так, жаңағы видеоны жалғастырып түсіремін. Мен камерамен түсіріп жатырмын, иә. Кіреміз, одан кейін суретімізді таңдаймыз, промптымызды жазамыз. Келген промптты жазамыз, сгенерировать деп басамыз. Кешегі мультфильмді айтасыз ба? Берді. Так, қазір камераны сөндіріп жіберейін. Иә, дәл осылай қылып сіздер қазір рилсті түсіріп жатырмыз. Тегін сайтпен мультик жасау рилс. Иә, сөйтіп түсіреміз. Қазір соны монтаждап көрсетемін. Иә, рилс түсіру мақсатында көрсетіп жатырмын мен мұнаны. Хорошо. Кешегіден не справилась я. Ага. Бұл 1 минутқа сыю керек, иә? Осы Google Vids телефонмен істелінбейді, да, что-то? Жоқ, телефонмен келмейді. Ұстаздар бір контентке ше, қолдарыңызды үйретіп алсаңыздар, кез келген уақытта жасай бересіздер. Просто басында қиындау болатын сияқты. Бізге міне видеосы дайын болды. Дәл осы видеоны қосып көреміз. Дәл осыны сосын мынаны алып тастайын. Мына жерден басқанда шығады. Мынаны алып тастайын. Сосын міне мынаны алып скачать видео деп жүктеп аламыз жасаған видеомызды. Болды, енді мынаны монтаждаймын. Менде бірнеше бөлікке бөлініп кетті, соларды қазір қосып монтаждап жіберемін. Осыны жаңағы мультфильмді бар ғой, мына Видстің өзінен көрсете аласыз ба? Кит-кат емес, ана кат-кат па, одан емес соны. Кешегіде мен бір-біріне жалғастыруды білмей, не істеп кетіп қалды, жоғалып кетті, білмеймін, в общем. 3 рет попытка жасадым мен. 1-2 нені фрагментті бір-біріне жалғастыруды. Сол Видстің өзінен көрсете аласыз ба? Мен де ортасында шықпай қалып, не болғанын. Міне мынадан үстіне, міне, сізде осы шықпай тұр ма? Просто мынаны видеоның үстіне басып жібересіз ғой былай. Қай жерін қайта көрсетіңізші, мына ортасына шықпай тұр солай. Міне мынаны прям видеоның үстінен басып жібересіз. Міне астында вставить дегені бар. Продолжить. Мына жағында вставить дегені бар. Вставить дегенді бассаңыз шығады мына жерден.
Сосын екіншісін қосқанда, жалғастырғанда Міне, ол. мынаны плюс дегенді басасыз. Плюс дегенді басасыз да. Мына жерден продолжить деп видеоны жасап аласыз, екінші кадрды. Мына жерге қайтадан дәл осыны бүйтіп қосып жібересіз. Міне, вставить десеңіз, қосылады. Міне. Мен де осылай пробел болып кете берді, соның ең соңында жоғалып кетті, білмейді. 2 рет істедім да, сосын несі бітіп қалды. Так, енді жаңағыны мен тағы да неге кірем? Монтаждау үшін, жаңағы рилсымды. Так. Қазір мына жақтан зумға кірейін, зумнан шығып кеттім. Көріп тұрсыздар, ұстаздар, арнайы бір камераның, арнайы бір локацияның қажеті жоқ. Кәдімгі қай жерде отырсыздар, сол жерде мына белге дейінгі киімдеріңіз нормальный болса, образыңыз нормальный болса болды. Макияж да, ештеңе де керек емес. Аласыздар да түсесіздер, монтаждайсыздар, болды. In progress. In progress. In progress. In progress. In progress. Мына жақта алып тастайын. Экран, чек трансляция. Болды. Енді монтаждаймыз тағы да. CapCut'қа кіремін. Новое видео деймін. Мынаны алам. Так, мынау. Және соңғысы қайсы? Мынау да. Мен камерамен түсіріп жатырмын, мынаны кіреміз, одан кейін тегін сайтты тауып алдым. Сол тегін сайтпен дәл қазір сіздерге мультфильм жасауды көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, және менің парақшама тіркеліп алыңыздар, сақтап қойыңыздар, және әріптестеріңізбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Алдымен Google Vids деп жазамыз. Так, міне, мынаны алып тастаймын. Так, 12 секунд қылды. Жазылып қойыңыздар дегенге дейін бар. Ана алпысын. Және менің парақшама тіркеліп алыңыздар, сақтап алыңыздар. Менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Алдымен Google Vids деп жазамыз. Алдымен Google Vids деп жазамыз. Google Vids. Шамалы ұзартып қоямыз. Скоростьті көбейтіп қоямыз. Vids деп жазамыз. Google Vids деп жазамыз. Сосын мынандай сайт шықты, соның ең алғашқысына кіреміз. Мынаны Google Vids деп жазып, мына жерден аккаунт арқылы кіреміз да. Кез келген тақырыпта осылай видео жасап алуға болады. Начать с нуля деп тұр. Егер с нуля болса, онда анимировать фото деп басасыздар. Дайын суреттеріңіз дайын болса. Сосын мына жерде кез келген бір суретті қоямыз. Промптты жазамыз. Промптты жазамыз дегенде, бүйтіп промпттың жазғанымызды алып тастаймын шамалы.
баласы орманда деп жазып қоямын Сіз примерно. көрсетіп жатқанда запись экрандағы жазып аламыз ба соткамызда? Жоқ, мен деген видеомен. Апай, Жоқ, білмеймін, мына жақта видеосы. істесем де, анау компьютердің сыртына түскен кезде видео анық болмай, бір анандай свет не то болып тұрады ғой. Түсінбедім. Сіз сияқты мысалы қазір видео жасап алып, соны ноутбукты жасап отырып, соткамен видеоны түсіріп отырмын ғой, сол кезде качество дұрыс болмайды ғой деймін да, соны қалай істеп жатсыздар? Запись экрана ма? Жоқ, жаңа сіз айттыңыз ғой, видеомен істеп жатырмын деп. Мен сол үшін ноутбукпен жүргізіп түсіріп істеп жатқанымды соткамен түсіріп отырдым ғой. Қалай жазып жатқаным. Сол кезде качествосы не то болғандай. Түсірген кезде жаман болып көрініп отыр да. Экранын сүртсеңізші енді. Сізде қандай телефон? Менде iPhone 16, бірақ бәрібір видеоға түскенде анау компьютердің беті анандай қап-қара ма бірдеңе болып түсіп отыр ғой. Компьютердің яркости жоқ болып тұр ғой сізде да онда. Так. Қазір маған Жоқ, мен деген видеомен түсіріп жатырмын. запись. Орманда видеомен түсіріп, осылай жаза бересіздер. Сізге не Мақпал ханым, сізде қалай болып тұр? Маған жіберіңіз де жекеге. баласы орманда деп жазып қоямын примерно. Көрсетіп жатқанда запись экрандағы жазып аламыз ба соткамызда? Жоқ, мен деген видеомен түсіріп жатырмын. Орманда. Так, мынаны алып тастайын. Мен артық сөзім кетіп қалыпты мына жерде. Суретті қоямыз, промптты жазамыз. Осылай жаза бересіздер. Сізге не запись экранамен де жасауға болады. Иә, немесе Мынаны алып тастайын. промптты жазамыз. Түсіремін. Мен камерамен түсіріп жатырмын, иә. Промптты жазамыз. Сгенерировать деп басамыз. Бізге Басамыз дедім, сосын мына жақта уже дайын видеомызды сала қоямыз. видеосы дайын болды. Дәл осы видеоды Қарашы балам, қандай әдемі ағаш. Таңғажайып екен ата. Дәл осыны, сосын Қарашы балам, қандай әдемі ағаш. мынаны алып тастайын. Дәл Осы жерге енді бітеміз. Мына жерге соңында әрекетке шақыратындай бір текст жазамыз, иә? Жасанды интеллект арқылы, жасанды интеллектті, жасанды интеллект құралдарын. Так, басқа да деп жазайық. Басқа да құралдарын үйренгіңіз келсе, плюс қалдыр. Плюс қалдырған адамдарды тоже чатқа жинаймыз. Плюс қалдырыңыз. Міне. Астына қойып қоямыз осылай. Енді мына жерге субтитр қоямыз тағы да. Сізде жарты сағаттан кейін зум сөнбейді, неге? Менде қайта зум қала береді. Неге? Менде платный ғой менде. Так, шрифт. Стиль аламыз, шрифт аламыз. Мен постоянно зум өткізетін болғасын, тегін несін ақылысын алам. Немі? тегін сайтты тауып алдым. Сол тегін сайтпен дәл қазір мен сіздерге мультфильм жасауды көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Мен алдымен Google-ға Google Vids деп жазамыз. Қараңыздар дегеннен кейін бүйтем. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Мен алдымен Google-ға Google Vids деп жазамыз.
Google Vids деп жазамыз. Сосын мынандай мына жерде Google Vids Aslında қатесін дұрыстап жібересіздер ғой. Мен дәл осылай қылып сіздер уже екінші рилсті жасап тастайсыздар. Тағы үшінші форматтағы рилсті көрсетемін. Тағы қалай жасау керек, қандай фоновый сіздерге видеолар керек. Я не дейтін еді ондайды. Әртүрлі өздеріңіздің сабақ беріп жатқан видеоларыңыз болса, соның үстіне тақырып жазып қоясыздар тек. Міне бізде екінші рилсіміз дайын болды. Мынандай қылып істеп қойдым. Сайтпен дәл қазір мен сіздерге мультфильм жасауды көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Мен алдымен Googleға Google Vids деп жазамыз. Google Vids деп жазамыз. Сосын мынандай сайт шықты, соның ең алғашқысына кіреміз. Мынаны Google IT Vids деп жазып, мына жерден аккаунт арқылы кіреміз да. Кез келген тақырыпта осылай видео жасап алуға болады. Начать с нуля деп тұр. Егер с нуля болса, онда анимировать фото деп басасыздар. Дайын суреттеріңіз дайын болса. Сосын мына жерде кез келген бір суретті қоямыз. Промптты жазамыз. Сгенерировать деп басамыз. Міне видеосы дайын болды. Дәл осы видеоды Қарашы балам, қандай әдемі ағаш. Таңғажайып екен ата. Тегін сайтты тауып алдым. Сол тегін сайтпен дәл қазір мен сіздерге мультфильм жасауды көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар және Міне жалпы осылай түсінікті болып жатыр ма негізі? Сандо ханым, неше минуттық видеоны жасауға болады? Ең ұзақтығы сондай сұрақ қойса, например. Біз енді сабаққа қолдануға бір какой-то бөлігін ала береміз ғой. 1-2 минут. Не нәрседен? Мультфильмді айтам, мультфильм ше. Мысалы, 5-10 минуттық мультфильмдер жасауға бола ма деп сұраса. Жоқ. Вообще негізі мультфильмдерді 3 минутқа дейін жасайсыздар ғой. Осы неде, Google Vids'та. Мына неде 10 видео жасап бере алады. 7-8 секундтықтан. 7-8 секундтықтан 10 видео жасап береді. Яғни бізде оның барлығын 10 кадрды 7 минуттық жасап береді ғой. Сонда 10 кадр болатын болса 8 минуттықтан 7 минуттықтан. Сосын жаңағыдай капкатқа салып, ұзатып қоямыз ба? Иә, капкатқа салып, біріктіріп жасай қоясыздар. Ана промптты жазып барып сөйлетіп отырмыз ғой, астында промптты через чат жетіп. Иә. Әрқайсысына бөлек-бөлек. Мысалға 10 берсе, 10-на 10 бөлек, иә? Иә, 10 кадрға 10 бөлек. Иә. Сөйтесіздер. Бізде міне Reels бойынша дәл осылай қылып жазасыздар. Мен де парақшамды бір қарап шықсаңыздар, менде көбіне сатылым әкелетінде, аудитория алып келетінде, новый оқырман алып келетінде, лояльный жалпы аудитория алып келетін, немесе клиент алып келетінде осындай видеолар. Менің бір парақшамды бір қарап шықсаңыздар, дәл осындай видеолар арқылы атып отырмын. Дәл осындай видеолар арқылы таргетсіз, блогерлерге жұрттар реклама береді. Мен ешқандай да ондайсыз кәдімгі оқырманды, осынша оқырман жинап отырған рилстарым. Енді сіздерде де дәл осылай жасайсыздар. Ол үшін арнайы мобилограф қажет емес, арнайы студия, петличка, ештеңе қажет емес. Тіпті микрофон да қажет емес. Менде микрофон бар, бірақ оны қолданған жоқпын жаңа. Алдым да, просто былай петличкасыз түсіре салдым. Я передний камерамен дәл солай сіздерде жасай аласыздар. Енді осы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Қазір тағы бір рилсті көрсетемін. Мүмкін онда біз басынан аяғына дейін істеп көрерміз, сізбен. Енді үшіншісін жасап көріңіздер. Әлі телефонмен кіріп отырсыздар ма? Сіздер көбісіңіз телефонмен кіріп отырған сияқтысыздар, иә? Солай пошагово айтып отырсаңыз, біз істеп көрейік өзіміз. Давайте
телефонмен істеген Бірінші қазір выгодный ма или соткамен істеген выгодный ма қазір? не ол? Рилсті түсіретін болсақ, рилсті ше қазір сізбен бірге. Иә. Ноутбугіміз керек болып қалады да, ал ноутбуктен соткадан көріп отырып бізде ноутбукпен істеген солай қай вариантта болайық та. Мен жаңа ноутбукқа түсірдім ғой. Ноутбукқа түсіріп отырдым, а планшетке. Сотканың камерасымен түсіріп отырдым. Или запись экранамен де болады. Запись экрана деген бар ғой ноутбукта. Запись экранамен жұмыс істеуді бір үйренсек дұрыс болар андай. Не болып тұр да? Ана бірінші мәрте істегенде бәрі қиындау. Сандухан, сіздің жасаған жұмыстарыңыз, видеоларыңыз сақтала ма? Жіберсеңіз қарап салады ғой. Түсіндіріп жатқан сабақтарыңыз сақталып группаға жіберіледі ма? Иә, міне интенсив деген канал бар ғой. Қайда интенсив деген. Сол интенсивтің ішінде міне. Оны миым ашып кеттік кешеге кіріп. Анау да бар, мынау да бар. Міне 5-ші күн, 4-ші күннің сабағы, 3-ші күннің сабағы тақырыптарымен жазылып тұр ғой. Мына жерде астында промпттарымен барлығымен сол күнгі қолданған. Осының барлығы осылай жазылып тұр. Міне 1-ші күн оқулық бойынша жұмыс парағын жасау, Zoom сабағы. Одан кейін 2-ші күн, 3-ші күн. Иә, осылай. Егер ыңғайсыз болса, чатқа да жіберуге болады видеоларын. Сандуқаным, сіз жаңа бәріміздің даусымызды басып қойдыңыз ба? Түсіріп жатқанда? Жоқ, басқан жоқпын. Біздің даусымыз жазылып қалған жоқ, иә, сізге? Жоқ, жазылып қалды ғой. Хит тастадым мен. Хит тастадыңыз ба? Хит тастадым. Группаға сол видеоңыз жіберіп қойғаныңыз дұрыс сияқты, бәрін қарап отыратын. Мен сізбен видео түсіріп едім, сіздердің дауыстарыңыз жазылып қалды да, сосын қоя салдым. Енді домашних условиях қой біздердікі. Иә. Жоқ, солай жасай беріңіздер, дауыстар жазыла берсін, 1-2 практикадан кейін қайтадан ойдан өзіңіз тағы да жасап көріңіздер. Мен сіздердің дауыстарыңыз жазылып қалды, мен алдымда қиып тастадым сол сіздердің дауыстарыңыз шығып жатқан жерде. Болмаса, не жазуға болады, иә? Деп айтатын. Запись экрана болады. Запись экранадан шықпайды. Иә. Шыққандай, голосовойды айтып отыр. Иә, озвучкамен де болады. Озвучка деген ғой. Озвучкамен де болады. Көреміз ба енді? Так, бірінші закадровый видеоны қалай жасайды, соны көрсетіп жіберейін, иә? Менің видеом көрініп тұр ма? Жоқ, енді көрінді. Бүйтеміз. Мына жерде мен отырмын. Мен аламын да өзімді бүйтіп просто так түсіріп аламын. Қазір көрсетемін. И осы жерге мен мына жоғарысына ауа қалдырамын. Осы ауаға мына жерге мен бірдеңе жазам. Сосын астына описаниясын жазамын. Просто осылай ғой. Деймін, иә, бір 7-8 секундтық ролик түсірдім, видео түсірдім. Енді сіздер соған байланысты тақырыпты қайдан алам дейсіздер ғой, қазір көрсетемін. Контентте идея деген чатқа кіріңіздер. Сіздердің өздеріңіздің сырттан бетер түсіріп алған видеоларыңыз болса да болады. Ашық сабақ беріп жатқандағы видеоларыңыз болса болады. Машинамен келе жатқан видеоларыңыз болса болады. Кез келген видео бола береді. Осы сұрақ қойыншы, мына видео түсіргенде обязательно ма себя снимать сол өзің көрсетуге бола ма? Можно не показывать, да? Жоқ, болады негізі, бірақ негізі алдағы уақытта дамып жатсаңыз, сіздің личный брендіңіз, неңіз ол сіздің түріңіз, аты жөніңіз, жалпы, иә, сіздің өзіңіз ғой. Сіз боласыз личный бренд. Сондықтан сіз өзіңізді басқаларға таныту мақсатында эксперт ретінде де өзіңізді көрсету әлдеқайда тиімді да. Сонда сізді көріп отырған адам, күнделікті суретіңізді көріп отырған адам ғана сізге сеніп келеді. Мысалға, сіз өзіңіздің адамдардың түрін көрмей, иә, ешқандай да ешкімнің түрін көрмей, біреудің өнімін сатып алар ма едіңіз? Мысалы, алмайсыз ғой, күдікті болады. Кішкене қорқасыз, иә? Алмауы мүмкін. Алдап кете ма, я болмаса бұған сенем ба, сенбеймін ба деген сияқты. Ал күнде осылай инстаграмға шығып жүрген адамдар, уже оның түрінде қарайсың. Мысалға мен жақында неге бір поварға Ақтөбе қаласында түрлі
вообще поварлар танымаймын ешқандай. Стол жасау керек болды, қонақ шақыру керек болды. Мен қалай іздедім оларды? Мен парақшасын қараймын, түрлері көрсетілмеген, оларды алып алып тастадым да. Кімнің күнделікті өзінің өмірін салады, өзінің жұмыстарын салады. Үнемі түрлерін қарадым. Мынау екен ғой деп барып заказ бердім. Сол сияқты ғой. Түрін көрмей, түрінді көрсетпей контент жүргізуге болады, бірақ сенім аз ол жақта. Так. Менде сол жағынан андай коллективный суретке да түсуге, видеоға түсуге, соны вообще андай жақтырмаймын, білмеймін. Не могу я себе перебороть сол жағын. Маған да суретке түскен ұнамайды, жалпы негізі өзім суретке түскенді көп жақтырмаймын. Бірақ видеоға енді осылай өзімді бүйтіп закадровый түсіріп тұрып аламын. Всегда менде удачно түспейді. Кейде вообще жаман-ақ болып түсіп қалған сәттерім де болады. Соларды да кейде сала беремін, қысылмайды. Recording in progress. Көреміз бе енді жаңағы өзімді видеоға түсіремін да, короче, просто. Иә, көрсеттім ғой жаңағыдай. Соны істей беріңіздер пока. Енді міне демонстрация қосылды. Не істеймін енді? Жаңағы түсірдім ғой. Соны кап-капқа саламын. Міне 11 секундтық видео болды менде. Енді осыны аламын да, бір 7-8 секундтық болса да болады. Қалғанын қиып тастайын. Контентке идея деген каналға кіресіздер. Осы жерден міне мынандай тақырыптар тұр. Міне, кім не десе о десін деген тақырыпты көріп тұрсыздар ма? Мен даусым шықтыр ма? Аха, отырған жерімде свет сөніп қалып, планшетім отырып қалды. Так. Міне, мынаның біреуін алам. Бір тақырыбын алам. Кім не десе о десін. Жиі ұстаздың орнын баспайды, бірақ жиі қолданатын ұстаз, қолданбайтын ұстаздан озып кетуі мүмкін. Так, міне. Осының кез келген біреуін аламыз. Сосын копировать етіп алайын. Ары қарай қайда барам? ChatGPT-ге барам, немесе Gemini-ға барам. Толық описание жазғызып алуымыз керек, иә? Одан бұрын CapCut-қа салып жібере қояйық мына тақырыпты. Не үшін екен, сосын описанияға жазамыз толығын. Шрифт. Келген шрифтті қоя саламыз. Так. Стили деген жерге барып. Так, мынаны қоям. Міне. Так, мына сливаться етіп, ана жаққа көрінбей қалып тұрды, артқы фонын салайық. Міне. Не үшін екенін істемізді. Мына жерге жазамыз. Не үшін
екенін так API CapCut пайдалану расширение. оқы көріңіз пайдалан. Ондай қатты қиын емес, былай бастапқыда қиын сияқты болып көрінетін шығар. Болды. Осылай саласыздар да. Мына жерге астына музыка салып жібересіздер. Мен музыканы көбіне неден салам? Рилстың өзінен саламын. Болды. Я, енді жаңағы текст бар ғой біздегі. Жаңа тексті бар ғой, бірінші неге CapCutқа салып жіберейік дедіңіз ғой. Қаны бастыңыз ба? Міне. Canvaға салып жібердім ғой. Ай, CapCutқа дегенім ғой. CapCutқа жоғарысында текст деп жаздым да. Kim aldı? Добавить текст дедім да, мына жерге жазып жібердім, болды. Не? Экспорттадым, кетті. Енді дәл осы текстті ChatGPT-ге жазғызып алайық. Описанияға жазып бердік. Не үшін екенін. Kim? Так. Осы Ешкіме Wi-Fi Reels-тың несін жазып берден, я? Описаниясын жазып берден. Описаниясын iPhone 13 сөндіріңізші даусыңызды. Так, міне, жиі мұғалімдерді алмастырмады деп қорқады, алмастырады деп қорқатын уақыт өтті енді сұрақ. Дәл осыны аламыз да, бүйтіп жеміз да. Болды. Енді дәл осыны Reels'қа саламыз. Мына жерде 3 точканы басамыз, я. Сосын запланировать контент деген бар. Запланировать публикацию деп, осылай запланировать етіп те салуға болады. Міндетті емес ол. Жаңағыдай плюсті басып та сала берсеңіздер болады. Так, мынаны пікір қалдырыңыз дегендерді алып тастаймыз. Сол жасанды интеллектті. Кез келген Reels'тың астында сіздер әрекетке шақыруларыңыз керек. Жасанды интеллектті 0-ден бастап үйренгіңіз келсе, плюс қалдырыңыз. Тегін сабаққа қосамын. Сізді тегін сабаққа қосамын. Я? Плюс қалдырғандардың бәрін мен тегін сабаққа WhatsApp чатқа жинаймын. Zoom-ға кіретіндей қылып. Міне кетті. Мен бір нәрсені ұмытып кеттім. Музыка қоюды ұмытып кеттім ғой. Санду ханым, тек қана өзіңізді түсірген нені ғана жібердіңіз ғой, музыка қойып, астына пост жазып жатсыз, иә? Иә, музыка қоюға ұмытып кеттім. Манағыдай оған үстіне көрсетіп ештеңе қойған жоқсыз ғой бұл жолы, иә? Жоқ, ештеңе қойған жоқпын. Өшітті сайын қайттан қоям. Өйткені музыка қоюға ұмытып кетіппін. Иә. Сізде CapCut қалай пайдалану керек туралы бір не бар ма жаңағы? Инструкция или что? Вообще өмір пайдаланып көрген жоқпын мен. И этот сейчас не пойму я. CapCut дейсіз ба? Да. Жалпы қалай кіру керек, да? Я, мына жердегі видео как сейчас вставить. Вообще, мен Gemini мен ChatGPT мен видео андай-мындай істеп отырғанмен, этот CapCut'ты вообще пайдаланып көрген жоқпын. CapCut'тың сабағын түсіріп қою керек екен. Мынау, в основном мен осындай зумдарда көрсетемін ше, бірақ вообще ойыма келмепті CapCut'тың сабағын. Түсінбей отырмын сондықтан, қазір даже. Болды. Қазір мен бұрынғыдай бәрімен жалпылдап араласпаймын. Төбеге жаздыңыздар ғой теманы, соны дайын жазуды қай жерден алдыңыздар, қай неген? Дайын жазуды мынадан алдым міне. Контентке идея деген мен алдын ала дайындап қойдым ғой сіздерге. Міне қайтадан жібердім. Міне соңғы жазуды қараңыздар. Кім не десе ой десін деген.
Көріп тұрсыздар ма? Оны көшіріп алдыңыз ба? Иә. Біреуін ғана таңдап алдым ішінен. Кез келген біреуін аласыз. Болар. Так. Мына жерге де жібере қояйыншы. WhatsApp-қа да жіберіп қойдым. Так. Міне, мына жерден музыка дегенді аламыз. Қазір мен Старший сын, Ты алаш. Она была ёб. куда ты, туда и я, куда ты, туда и я, куда ты, туда и я. Мына алайын. Так. Онша емес. Басқасын алайын. И тишина, данная навек. Mana bizlar Xudo xolasa 3 minut. Осын біреуін алайын. Кетті. Жаңа описание жаздырып алдым ғой мен тақырып бойынша. Соны мына жерге жазамын. Ол описанияны мен ChatGPT-ден жазғызып алдым. Қараңыздар, кім не десе ой десін. Бүгін жиі үйренген ұстаз, ертең бір қадам алда басады. Дедім да. Ұстаздар дауысын басамыз. Осы бойынша Reels-қа описание жазып бер дедім. Маған міне описание жазып берді. Осыны көшіремін де CapCut-қа саламын. CapCut-қа деп Instagram-ға саламын. Сосын мына жерге қайтадан қосамын. Жасанды интеллектті. 0-ден бастап. Әрекетке шақыратын текст жазу керек. 0-ден бастап үйрену үшін. Плюс қалдыр. Сізді чатқа қосамыз. Қалдарыңыз. Чатқа қосамын. Тегін сабаққа қосамын. Болды. 1000 миллион шаруам бар далада атқаратын. Міне. Астында описаниясы бар. Не үшін екен описаниядан болса. Не. Осындай. Ең оңай форматта да осылай рилстар жаңа берген тақырыптармен түрлі рилстарды түсіре бересіздер. Болмаса, мынадай сіздерде сыртыңыздан түсіріп алған видеолар болса да өте жақсы. Так, дауысым естіліп тұр ғой, Иә, естіліп тұр. Болды. Так, мынадай видео, менде мынадай видеолар көп сыртымнан түсіріп алған, енді андай семинарларға барған кезде. Мынаны. Так. Сосын мынаны ала берейінші. Осы екеуін алайын. Мынаны алып тастайын. Міне. Мынаны алып жетсейін. 14 секундтық видео болды. Иә? Осының үстіне де жаңағы сіздерге каналға жібердім ғой. Соның біреуін аламын. Так, кім не десе о дейсін. Білімнен өзі емес, оның дұрысына білу табысы келеді. Кім не десе өсін. Енді ханым, Ау. мен ше парақшаны жаңадан бастағам ғой. Иә. Оны енді күнде салу керек па?
күнде салу керек, желательно күнде салу керек. Иә. Өзімнің парақшам бар еді ғой, бірақ мына жиыға новый парақша бастағанмын ғой. Ау? Өзімнің парақшам бар еді, бірақ мына жиыға новый парақша бастағанмын ғой. Иә. Соны алып күнде осындай рилстар сала беріңіздер, иә. Бір аптада бір салғаннан нәтиже берілмейді. Ұстаздар күнделікті осылай ең осы форматта хотя бы жоқ дегенде жаңағыдай сыртыңыздан өзіңізді түсіріп басында сөйтіп 10 шақты рилс жасаңыздаршы, әрі қарай уже батылдықтарын оянады. Содан кейін жаңағыдай түсіресіздер. Біреудің шетелдік парақшалардағы нелерді алып түсіріңіздер. Мына жағына жанына өзіңізді қойып, немесе жаңа Google Витста мультфильм жасауды көрсеттім ғой, сол сияқты қылып түсіруге болады. Кім не десе, о десін. Так, міне осылай қылып жазамыз. Болашақта ең сұранысқа ие ұстаз. Так, жиын жасайды. Ау? Платный ма капкат? Аха. Өйткені андай бриллиант тұрған нені алсам, скачать етілмейді екен, иә? Иә, ол тек қана неде, платныйларда ғана. Так, міне. Осылай? Жаңағы жазуды қойғаннан кейін ары қарай не қостыңыздар? Қай жазу? Мынау жаңағы видеолар, өздеріңіз түсіріп алған видеоның төбесіне жазу қойдыңыздар ғой, содан кейін тағы не қостыңыздар? Міне жасап жатырмын ғой. Демонстрация көрініп тұр ма? Аха, көрініп тұр. Міне, мына жазуды үстіне жаздым. Фон қостым, астына фон салдым. Иә? Фон салдымда стили дегендер де бар, қаптап, просто қарапайым фонмен жазай қоям. Так, міне кім не десе о десін, болашақта ең сұранысқа ие ұстаз, жиымен жұмыс жасайды, істей алатын ұстаз. Дедім. Не үшін екенін описаниядан оқы деп жазуға болады. Немесе дәл осылай тұра берсін. Астына мына жерге тағы да текст, добавить текст деп, описание оқы деп жазып қояйық. Описание оқы. Или болмаса, мына жерге жасанды интеллектті құралдарын нөлден үйрендіңіз келсе, плюс қалдырыңыз. Деп жазасыздар. Да, осылай істейсіздер болды. Так. Цвет слился. Ана ақ емес бірдеме қылдыр жеңіш. Қайсы? Мына жоғарыда ма, я мынау ма? Жи құралдарын өлден дегенде адамдардың киімдерімен слился. Қызыл ма бірдеме қылдыр қойыншы. Сразу. Давай. Мынау ше? Да, пойдет. Так, опа, мына жерге дейін, да? Міне. Сосын осы жерден алып тағы да рилстағы музыкаларды қолданамыз. Осылай монтаждап алдық. Бұны да плюсті басамыз да. Осылай сала береміз. Астына описание қалдырамыз. Міне, мынаны басамыз. Мынаны басамын. Ой, музыка қалдырмаппын тағы да. Ұмытып кетіп бардым. Міне, музыка деген функцияны басамыз да. Музыкаға келгенде менде не жоқ, вкус жоқ енді. Айналайын қара. Кого нахуй не любила, Я красивая и говорит, что я красивая. Я экспонат, ты мой фанат. Әңгімені иттен ес. Сондай кезде енді өз-өзіме шын келеді. Ай, жүрегім шыттайды. Let me drive to the... Ой, здрасте, всем желаю хорошего.
Мынаны қоя салайыншы. Сосын мына жерге де описаниясын жазып кетесіздер. Бізде қандай болды мына жерде жоғарыда? Кім не десе о десем, болашақта сұранысқа ие ұстаз, жиынмен жұмыс жасай алатын ұстаз. Иә? Так. Надо. Көшіріп алайын деп едім. Осыған да рилсқа описание қалдыр деп жазайық. Иә? Енді сіздерге ең оңай жолын көрсетіп жатырмын. Осы тақырып бойынша рилсқа сөз жазып бер дейін. Сөз жазып бер деп жазасыздар. Міне, өйткені ол сабақта сағаттап емес, минуттап дайындалады. Осыны аламыз да, копировать етіп. Енді алдымен оқып аласыздар ғой. Не жазғанын. Сосын мына жерге бетіп аласыздар да. Егер жи құралдарын қазірден бастап меңгергіңіз келсе, плюс қалдырыңыз. Комментке плюс қалдырыңыз деп жазасыз. Комментке плюс қалдырыңыз деп. Иә? Махаббаттың символына айналып Нью-Йорктың высоткасында қызын. Не кетті? Не, осылай қылып түсіре жасай бересіздер. Так, жасадыңыздар ма? Жоқ. Не үшін? Әлде қарап отырып сосын жасайсыздар? Ол парақшаға емес. Мына капкатты вообще білмеймін, сосын түсінбей қалдым, зависать етті. Мен бірнеше суретті қойдым да, былай жасадым. Бірнеше өзімнің жетістік алып жатқан суреттерді жасадым да, әзірге историяға салып жібердім. Иә. Парақшаға жүргізіп жүрмін ғой, именно бұдан басқа. Парақшаларыңыз қарай. Чатта. Шаршамаған күн жүргіземіз. Сабақ бастап кеткенде шамалы қалып қояды. Иә, парақшаларыңызбен бөлісіп отырыңыздар, иә? Ұстаздар, қарайық. Оқу кабинеті бар еді ғой, мектептен бөлек. Балаларды оқытатын, мектепке дайындайтын. Иә. Бір-бірімізге парақшаларымыз. Бір-бірлеріңізге тіркеліп қолдап отырыңыздар. Так, мына сабақты сақтаймын, ертеңге дейін тағы бір осы рилстар бойынша, түсірген тақырыптар бойынша, рилстар бойынша, хотя бы жоқ дегенде бір рилс жасап қойыңыздар. Ол нәрсе андай қиын деп қабылдамаңыздар, иә. Көрсеттім ғой жаңа. Ол бір күн жасайтын дүние емес. Көп болса бір күніне 2 сағат уақыттарыңызды бөлсеңіздер, итаки жұмысқа 8 сағат уақыт бөлесіздер ғой. Жеке дамуларыңызға, әрі қарай осындай кәсіпке 2 сағат уақыт бөлмесе, енді білмеймін, ол нәрсені әрі қарай дамыта алмайсыздар. Сондықтан жоқ дегенде 1 сағат уақыттарыңызды бөліп, хотя бы рилс түсіріп үйреніңіздер. Үйден болсын, мектептен болсын, мектепте жалпы контент жасауға ең күшті жер ғой, ең күшті жер. Барасыздар, жалпы ертең сабаққа шығып жатқан уақытта да оқушыларыңызбен түсіріп аласыздар, сабақ өткізгендеріңізді түсіріп аласыздар, штатив апарып қойып, соның барысын түсіріп алсаңыздар да өте күшті контенттер кетеді. Сосын мектептегі сабақ барысындағы контенттер өте көп охвачение еді. Соны еске сақтаңыздар, иә. Алдағы уақытта соған дейін қазір үйреніп алсаңыздар, ертең түсіріп монтаждай қоясыздар, кешкі уақытта сала қоясыздар. Монтаждауға көп көңіл бөліп жүрген жоқ едім. Балдарға жасата саламыз, үйге келгенде түрлі көп
қой енді. Иә. Негізі отырсақ жасаймыз капкатта. Иә, жасаңыздар. Енді бұл жерде тұрақтылық қажет. Ең маңызды нәрсе тұрақтылық, ұстаздар. Так, ал сұрақтарыңыз бар ма, ұстаздар? Ана капкатты қалай білем енді мен? Менде сол сұрақ. YouTube ашсаңыз толып тұрған шығар. Капкатты жалпы мен бүгін емес, ертең емес, алдағы уақытта капкаттың именно запись экрана мен негізгі функцияларын түсіріп қоям. Сол бойынша қарасаңыз болады. Бірақ жаңа да былай запись экрана демонстрациямен көрсеттім ғой примерно қалай болатынын. Дәл солай қылып жасайық. Просто капкат жазып алыңыз да, мына жерде плюс деген нәрсесін аласыздар да бүйтіп. Ширек кірсе негізі қиын емес өзі нелері. Мен капкатты деген бар. Осыған дейін де әурелеп көрдім, и у меня не получилось, я не знаю. Міне, қараңызшы. Жоқ, капкат ыңғайсыз болса, VN деген бар, иншот Нет, деген бар. я просто ондай личный страницамды 2 жыл бұрын активно жүргіздім да, содан кейін забросила я. И то по необходимости болды ол. Міне қараңыздар, капкатты басамыз, ашамыз. Новые видео деп тұр, дәл осылай шығып тұрады сіздердегі. Осыны ашамыз да, кез келген бір видеомызды саламыз. Салдық. Одан кейін әрі қарай, егер де сіз тақырып жазатын болсаңыз, мына жерде тақырыбын жазасыздар. Міне тақырып тұр. Мына жерде добавить текст деп текстін жаза бересіздер. Осылай. А новые видеоны қалай жүктейміз капкатқа? Міне тұр ғой. Міне новые видео деп басамыз ғой, міне. Ашқаннан кейін. Міне плюс тұр ғой, сол плюсті басамыз, новые видео деп. Сосын мына жерден кез келген бір видеомызды таңдаймыз. А капкат сіздің парақшаңыздағын тауып беріп отыр ма сонда? Жоқ, мынау галереямдағы суреттер ғой, мынаның барлығы. Иә. Мына менің галереямдағы видеолар. Сон, мысалға, біреуін қосамыз, аламыз. Так. Біреуін ала салыңыз, яға. Мысалға, мынаны алайын, Міне, осылай алдым. Сосын тағы да добавить еткіңіз келсе, тағы плюсті басамыз. Мынаны, плюс деген. Екіншісін қосамыз былай. Сосын мына жерге наложение салатын болсаңыз, добавить аудио деп тұр, аудио қосатын болсаңыз, музыка қосатын болсаңыз, ол не обязательно. Мына жерде наложение деп тұр. Осының үстіне видео қоятын болсаңыздар, немесе фото қоятын болсаңыздар, міне фото добавить дейміз да, мынаның үстіне наложение қылып фотоны да қоямыз. Бізде жаңа бесплатно неде? Бар, наложение бар. Бар. Мына бесплатный форматтағын көрсетіп жатырмын сіздерге. Дәл осылай қылып қоясыздар. Сосын жаңа субтитр қоятын болсаңыздар, міне. Оны түсіндім енді. Оны түсіндіңіздер, добавить текст жоғарыдан кез келген бір тақырыпта текст жасай бересіздер. Болды. Не осылай қылып жасай бересіздер. Озвучка жасайтын болсаңыздар, мынаның дауысын өшіріп тастайсыздар. Сосын мына жерден қайсының? Мынаның деген. Мына видеоның үстін басасыз, видеоның үстін. Сосын громкостен алып дауысын ашасыз, не басасыз. Все, я поняла. Сосын мынаны басқа бір қара жер, мына тұр ғой, қап-қара жерінен любой бір жерден басасыз ғой. Осылай шықты. Енді басасыз да, звук деп тұр ғой. Осы звукты бассаңыз, записать деп тұр мына жерде. Озвучка жасайсыз мынаған. Мына жерден бүйтіп сөйлеп озвучка жасауға болады. Все. Сосын экспорттап жібересіз. Болды. Экспорт, Не жалпы осы кофе алып беш. Мама қазірдегі бала өтіп кетті ғой. Алып беш қайта шүйіліп кетті. Так, тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Жаңағы бұрынғы курстарды неге чатқа салып жүресіз ғой, бүгінгіні, кешегіні.
чатқа телеграммен салып жібердім міне. Иә, ссылкасын салып жібердім қайтадан. Соны ана капкаттан кейін көрейін істеп біраз Бүгінгі сабақты ма? Бүгінгі сабақты? Бүгінгі, иә, Бүгінгі сабаққа, иә, кешегі сабақ салынады, иә. Бүгінгі сабаққа бір 3-4 сағат керек, иә, обработкадан өту үшін. Да, не к спеху. Телеграмда қандай неге чатқа салып отырсыз? Сандуғаным Интенсив деген міне. Қайтадан жібересіз? Иә, жіберем. Бастауыштың қыздары деген неше түрін көрсетеді әйтеуір, білмеймін. Анаққа барып комплекс неполноценный болып қайтасын. Сабақтарды былай қарасаңыз, сізде все, онда бүгінгі сабақты сақтауға жіберемін. Әрі қарай практиканы жасап көріңіздер, иә. Хоть не идеальный болса да жасап көріңіздер. Хоть салмасаңыздар да жасап көріңіздер. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Сандуқ ханым, рахмет сізге. Сау болыңыздар. Рахмет көп. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Как тут здесь? Дополнительно. Апайлар, не ғой, жаңа аяқ жағында мына жақта мына балалармен отвлекать етіп кетті да, аяқ жағын жақсы не істей алмадым.